Сәлем баршаңызға, парақшама қош келдіңіздер. Бүгін парақшамда гүлдемейтін гүлдерге арналған тыңайтқышты ашып айтып өтетін болам. Яғни көбіне сұрақ келіп жатады. Гүлімнің күтімі, горшогы бәрі дұрыс, бірақ гүлдемейді деп. Кейбір жағдайда осындай кішкентай гүлді гүл сататын дүкендерде байқасаңыз гүлдетіп сатып жатады. Көбіне сол кезде кейде сұрақ қойып жатады. Кішкентай гүлді қалай гүлдетті екен, гүлдетіп сатып жатады ғой деп. Негізі гүл сататындардың секретін айтып өтейін. Жаңағы бір тыңайтқышты қолданады. Қазір оны ашып айтып өтемін. Жаңағы бізге гүлді гүлдетіп барып сатқан тиімдірек. Себебі гүлдеп тұрған кезде гүліне қызығып, көбісі алатын болады, және гүлдетіп сатқанымыз бағасы тиімдірек болады. Негізі гүлдер гүлдеу үшін, тыңайтқышсыз гүлдеу үшін горшок тар болу керек, құнарлы топырақ болу керек, күтімі дұрыс болу керек. Күтімі, яғни кейбір гүлдер күн түсетін терезені жақсы көреді, соны бақылау керек, және судың режимі дұрыс болу керек, шіркей түспеген болу керек. Сондай жағдайда негізі топырағы құнарлы, горшогы тар болса, күтімі дұрыс болса, тыңайтқышсыз-ақ гүліңіз гүлдеу керек. Егер ондай жағдай барлығы дұрыс, топырағы да күн түсетін терезеге қойдым, жаңағы барлық күтімі, горшогы да тар, дұрыс, бірақ гүліңіз гүлдемейді десеңіз, онда видеоны қарап шығыңыз. Бізге ең бірінші 1 литрлік банка керек. Осы 1 литрлік банкаға бөлме температурасында тұрған, тұндырылған жылы суды толтырып құйып аламыз. Енді осы 1 литрлік банкамызға осы тыңайтқышты қолданамыз. Яғни гүл сататын жерден монокалий фосфат деп аласыз. Осының үлкен пачкадағысы болады, оны да алсаңыз болады. Калий ол гүлдерінің гүлдеуіне, бутон туғызуына жақсы да, ал фосфат ол жаңағы фосфор, гүлдің тамыр жүйесінің дамуына жақсы. Және сонымен қатар бұл тыңайтқышты кейбір жапырақтар бұралып қалады, және кейбір жапырақтар видеодағыдай ржавчина дейміз, орысша, қазақша дақтар, бір жапырақтарында сары қоңыр дақтар түсіп тұрады. Сондайға да жақсы ретінде қолдансаңыздар болады. Гүл сататын жерден монокалий фосфат деп аласыздар. Көптеген пайдасы бар. Артында құрамында оқысаңыздар инструкциясы жазылған, және сонымен қатар құрамында витаминдер бар. Енді бұл жерде 1 чайный ложкамыз 5 грамм деп есептелетін болғандықтан, бұл жерде 1 литрға 1 грамм қолданамыз. Сондықтан 1 литр суға 1 грамм 5 грамм болмайды, 1 чайный ложкамыз толтырып салуға. 1 грамм ретінде чайный ложканың ұшымен алып аласыздар. 1 литрға 1 граммды салып, жақсылап араластырып аламыз. Дозасынан асырып жіберуге болмайды, гүлдің тамырын күйдіріп жібереді, сондықтан жақсылап араластырып алу керек. 5 литрға 1 граммды пайдаланамыз. Енді жаңағы өздеріңіз суға араластырып құйсаңыздар да болады, болмаса тікелей өзін ыдысқа құйып алып, гүлдеріңізді суғара берсеңіз болады. Бұл тыңайтқыштан кейін гүлдеріңіз 100% гүлдейтін болады. Себебі мен өзімнің тәжірибемде өткізгем, даже кішкентай гүлдерімді де гүлдеткен болатынмын. Міне сіздерге гүлдерімне құйып көрсетіп жатырмын. Еш уайымдамай, еш қорықпай, монокалий фосфат дегенді алып қолданып көрсеңіздер болады. 100% гүлдеріңізді гүлдетеді. Сонымен қатар осындай гүлге су шашатын ыдысымызға құйып алып, гүлдердің жапырақтарына пайдалансаңыздар болады, шашып. Себебі гүлдердің жапырақтарына шашу арқылы бұл витамин өте әсерін жақсы береді. Бірақ та жаңағы гүлдерге шашқан кезде күн түсетін терезеде қалып қоймасын, және күн шығып тұрған күндері пайдаланбаңыздар. Күн бұлтты күндері пайдаланыңыздар, немесе кешкісін, түнгісін пайдалансаңыздар болады. Себебі бұл витаминді шашқаннан кейін тікелей күн түсетін болса, гүлдеріңізге әсері жаңағы болмай қалайды тыңайтқыштың.
Ал эгерде жана гүл сататын дүкенинен монокалий фосфатты таппасаңыз, тағы да бір екінші тыңайтқышты пайдалансаңыз болады. Ол екінші тыңайтқышымыз пайдалану үшін осылай 1 литрлік банкаға бөлме температурасында тұрған жылы суымызды толтырып құйып аламыз. Ендігі осы агрикола деген агриколаның гүлдің суреті тұрғанын алыңыз, яғни гүлдетуге арналған. Ал мынау пальма суреті, яғни жасыл жапырақтыларға арналған, үйде долларларыңызға, пальма гүлдеріңізге аглонема алсаңыз болады. Ал мынау гүлдетуге арналған гүлдің суреті тұрғанның құрамында да бұл монокалий фосфат болады. Және сонымен қатар көптеген витаминдердің құрамы болады. Бұларда дайын араласқан болғандықтан орнына осыны алсаңыздар болады. Бұл жерде инструкциясы 2 литрға 1 чайный ложка деп жазылған, ал біз 1 литрға жарты чайный ложка пайдаланатын боламыз. Жақсылап араластырамыз бір келкі етіп. Енді бұларды сұрақ келуі мүмкін. Айына қанша рет пайдаланамыз деп. 2 айда 1 рет пайдалансаңыз болады. Болмаса 1 рет гүліңізді осы монокалий фосфатпен немесе гүлдетуге арналған агриколаның тыңайтқышымен құйып, екінші суғарғанда жай сумен суғарып, келесіде осы тыңайтқышты қолданып көрсеңіз болады. Яғни 2 айда 1 рет пайдаланып тұрсаңыздар болады. Гүлдемей тұрған гүлдеріңізге қолданып көріңіз. Және сонымен қатар бұл жаңағы тыңайтқышымызды ыдысқа құйып алып, мақтаны батырып, гүлдердің барлық жапырақтарын сүртіп шықсаңыз, гүлдеріңіздің жапырақтары шаңнан тазарып, және жаңағы жапырақтары арқылы да витаминдері әсерін беретін болады. Сонда гүлдеріңіздің жапырақтары жылтырап, гүлдеріңіз жақсы өсіп, жапырақтары жап-жасыл болып, гүлдеп сіздерді қуантатын болады. Және сонымен қатар бұл тыңайтқышты ойлап қалмаңыздар, тек қана гүлдетуге арналған гүлдерге құю керек деп. Бұл тыңайтқыштарды жасыл жапырақтыларға да пайдалана беруге болады, себебі құрамында витаминдер бар болғандықтан үйдегі барлық гүлдерге де пайдалана берсеңіздер болады. Және сонымен қатар жапырақтарына шашып тұрсаңыздар, жапырақтары жап-жасыл болып, жылтырап тұратын болады. Ал сіздерде көктем келіп, гүлдеріңіз гүлдеп бастап жатыр ма? Және гүлдету үшін сіз қандай тыңайтқыш қолданасыз? Тәжірибеңізбен бөлісіп өтсеңіз. Және парақшам пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіп, сіз үшін 1 минуттық лайк болса, мен үшін еңбекпен түсірілген видео болғандықтан лайк басып, қолдап, қоңыраушаны басып қойсаңыз, рахметімді айтамын.